Бәріне сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін өте дәмді дәмскі пальчики дайындаймыз. Ол үшін асты қалың табаға су құямыз. Тұз, қант және де май салып араластырамыз. Май ерігенше қайнатамыз. Қайнағаннан кейін ұнымызды салып араластырамыз. Бізде ешқандай комочек қалмау керек. Видеода көрініп тұрғандай асты кішкене жабыса бастаған кезде газды өшіріп басқа ыдысқа саламыз. Тесто толық суыған кезде жұмыртқаны салып миксерлейміз. Егер тесто бірікпей жатса, керек консистенция болмай жатса, тағы бір немесе екі жұмыртқа қоссаңыздар болады. Біздің тестомыз қою қаймақ тәріздес болу керек. Енді тестоны кондитерлік мешокқа саламыз. Менде насадка закрытая звезда, яғни жұлдызша деп аталады. Пергамент қағаздың үстіне қалаған формамызды құйып шығамыз. Осы кезде пешімізді 210 градусқа дейін қыздырамыз. Бірінші 210 градус температурада 20 минут пісіріп, одан кейін температураны 180 градусқа дейін түсіріп, 5-7 минут қызарғанша пісіреміз. Профитроли пісіп жатқан кезде пешті ашуға болмайды. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймақ пен қант ұнтағын араластырамыз. Қант ерігенше. Енді жинаймыз. Кремге профитролімізді салып, қасықпен араластырамыз. Одан кейін тарелкаға орналастырамыз. Қалауларыңызша шоколадты глазурмен, ягодалармен әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің дамскі пальчикіміз дайын. Ас болсын. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.